Сәлем достар, бүгін біз сіздермен металдардағы электр тоғын талқылайтын боламыз. Яғни осыған дейін біз металдардың өте жақсы өткізгіш екенін білдік. Енді осы металдардың бойынан тоқ жүргенде сол электр тоғын қандай бөлшектер тасымалдайды. Бұл турасында көптеген ғалымдар эксперимент жасаған. Оның сәтті шыққанның біреуі бұл Рикке жасаған тәжірибе. Яғни ол мынандай тәжірибе жасайды. Трамвайды қоректендіретін өткізгіштің қандай да бір бөлігін, яғни мыс, алюминий мыс, яғни осындай 3 цилиндрдан құралатын 3 цилиндрмен жалғасқан өткізгішпен ауыстырады. Яғни өткізгіштің қандай да бір бөлігін осындай 3 цилиндрді жалғап жасайды деген сөз. Ал содан 1 жыл бойы тоқ өткізеді. Осы 1 жылдың ішінде осы өткізгіштің бойынан Q тең 3,5 мегакулон, яғни заряд өтеді. Енді осыдан кейін осы өткізгішті алып зерттеген кезінде, яғни бұл жердегі мыстың да, алюминийдің да ешқандай химиялық қасиетінің өзгермегенін, яғни олардың зат ретінде ешқандай өзгеріске түспегенін байқайды. Бұдан кейін, яғни Рикке мынандай қорытындыға келеді. Яғни металдардың бойынан тоқ жүрген кезінде ол электр тоғын тасымалдайтын бөлшектердің атомдар мен молекулалар емес, электрондар екенін айтады. Яғни өйткені егер ол атомдар мен молекулалар электр тоғын тасымалдайтын болса, олардың орын ауыстыруының салдарынан мына өткізгіштің құрамында қандай да бір өзгерістер не істеу керек еді, пайда болу керек еді. Бірақ ешқандай өзгеріс байқалған жоқ. Демек, электр тоғын тасымалдайтын барлық атомға ортақ болатын электрондардың көмегімен жүзеге асады деген тұжырым жасайды. Яғни металдар да электр тоғын тасымалдайтын бөлшектер, олар электрондар деген қорытындыға келеді. Одан арғарай нақтылай сандық мәнмен дәлелдеген бір тәжірибе бұл бізде 1916 жылы жасалған. Яғни Талман мен Стюарт жасаған тәжірибе болып табылады. Олар жасаған тәжірибе өте қарапайым. Яғни олар соленоид алады. Соленоид дегеніміз, яғни темір өзекшеге айнала мынандай оралған жаңа өткізгіш сым. Оның ұзындығы 500 метр болады. Және осыны айнала былай металл сым, өткізгіш сым айналып оралып тұр ғой. Енді оның екі үшін галванометрге қосады. Галванометр дегеніміз, яғни өте кішкентайда электр тоғын сезе алатын, яғни электр тоғын өлшейтін құрылғы. Енді олар қандай тәжірибе жасайды? Мына өзекшені, соленоидты 500 метр секунд жылдамдықпен айналдырады. 500 метр секунд жылдамдықпен. Оны және осы айналып тұрған кезінде оны кенеттен тежейді. Яғни кенет тоқтатады. Тоқтаған кезінде галванометрдің шкаласының қандай да бір мезеттік уақытта жылжығанын байқайды. Демек, электр тоғы пайда болды дегенді түсіндіреді. Сонымен олар мынандай қорытындыға келеді. Бұл электр тоғы қайдан пайда болды? Ол электр тоғы, яғни жаңағы металлымыз бізде қатты зат, ол кристалдық торлардан және оның айналасын жаңағы кристалл торлардың түйіндерінің айналасында қозғала жүретін еркін электрондардан құралады құрылымы. Ал енді біз соленоидты айналдырып тұрдық, оны кенеттен тежеген кезінде жаңағы инерциясының салдарынан еркін электрондар арғарай өзінің мезеттік қозғалысын істейді, мезеттік жалғастырады. Сол мезеттік қозғалысының нәтижесінде электр тоғы пайда болады, қысқа уақыттық, оны галванометр сезеді дейді. Ал осы кезде олар өлшеу арқылы, яғни есептеу арқылы бұл жерде импульсын анықтап, жаңа жылдамдығын анықтап, сол бойынша бұл жердегі зарядты тасымалдап тұрған, яғни жаңа бөлшектің зарядын және оның массасына қатынасын табады. Осы қатынасты есептеген кезінде ол тең болады 1,176 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі кулон бөлінген килограмм болады. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, бұл екі қатынас, яғни жаңағы электр тоғын тасымалдап тұрған бөлшектің заряды мен оның массасының қатынасы деген сөз. Осыны есептей келе, олар қандай қорытындыға келеді? Яғни мына жердегі зарядтың орнына, егер біз электронның зарядын қойсақ, қаншеді электронның заряды? Тең 1,6 көбейтілген 10-ның -19 дәрежесі кулон болатын. Ал электронның массасы белгілі болды. Ол бізде 9,1 көбейтілген 10-ның -31 дәрежесі килограмм болды. Енді қарайық, бұл жерде
мына қатынасты қараған кезінде, яғни егер электронның зарядын электронның массасынан бөлсек те, бізде осы шамаға тең болатындығын байқады. Бұны қорытындылай келе, яғни екі ғалым мынандай қорытындыға келеді. Электр тоғын тасымалдайтын бөлшек металдарда ол бізде электрон болып табылады деген қорытындыға келеді. Енді Дурде деген ғалым осындай тәжірибелерді және металдардағы электр тоғы туралы мәліметтерді жинақтай келе, мынандай 5 тұжырымдама ұсынады, яғни 5 ереже. Бірінші ереже бойынша, бұны бізде электронның классикалық теориясы деп атайды. Соның бірінші ережесі бойынша, яғни металдарда өте көп мөлшерде еркін электрондар бар дейді. Яғни 1 метр кубта, яғни 1 метр куб көлемінің ішінде оның 28-де, оның 29 дәрежесі еркін электрон бар дейді. Осында еркін электрондардың санының көптігіне байланысты металдар электр тоғын істейді, жақсы өткізеді дейді. Яғни осындай көп электронның болуының салдарынан металл қандай дейді? Өте жақсы өткізгіш дейді. Яғни тоқты жақсы өткізеді. Екінші ереже бойынша, жаңағы еркін электрондар, олар қалыпты жағдайда, яғни ешқандай электр өрісіне қосылмаған кезде, олар хаосты бейберекет жылулық қозғалыста болады дейді. Яғни ол жердегі олардың ие болып тұрған энергиясы ол кезде неге тең болады дейді? Жаңағы 2-ден 3 қаты, яғни жылулық температураның есебінен, яғни жылудың есебінен сондай энергияға ие болып тұрады дейді. Осыны есептей келе, қалыпты жағдайда, яғни электрондардың жылдамдығы 110 км секунд екенін анықтайды. Енді үшінші ереже. Егер осы металдарды электр өрісіне қоятын болсақ, яғни электр өрісінің әсерінен ондағы жаңағы бейберекет қозғалып жүрген еркін электрондар, яғни бос электрондар, олар не істейді дейді? Бағытталған қозғалысқа ие бола бастайды дейді. Нәтижесінде не пайда болады дейді? Электр тоғы пайда болады дейді. Электр тоғы. Енді төртінші ереже бойынша осы электр тоғы пайда болады деді қой. Енді электр тоғы пайда болған кезінде, ол жаңа басында 110 км сағат жылдамдыққа бөлінген секунд жылдамдыққа ие болатын болса, енді оны электр өрісінің әсерінен оның бағытталған қозғалысының жылдамдығы артып, яғни электромагниттік өрістің жылдамдығымен сәйкес 3 көбейтілген 10-8 дәрежесі метр бөлінген секунд жылдамдыққа ие болады екен. Ал енді 5-ші жағдай, яғни 5-ші ережеміз, осы еркін электрондар, олар үнемі еркін қозғала бермейді екен. Яғни олар қандайда бір уақыт аралығында, немесе қандайда бір жол жүріп өткеннен кейін міндетті түрде сол металды құрап тұрған кристалдық торлардың түйіндеріне не істейді екен? Соқтығысады екен. Яғни соқтығысу барысында ол жоғары кинетикалық энергияға ие болды. Яғни мынандай жылдамдығы бар болды. Енді ол кенет бір түйінге кеп соқтығысса, немесе тежелсе, оның энергиясы қайтеді? Яғни азаяды. Бұның салдарынан ол не істейді дейді? Жаңағы ішкі энергиясына айналып, өткізгіштің, яғни жылу энергиясына айналып, ол металдың сыртына жаңағы жылу болып шығатыны сондықтан екен. Сондықтан бойынан тоқ жүрген кезінде өткізгіштер не істейді? Қызады. Ол қызу жаңағы электрондардың келіп, өткізгіштің құрайтын атомдардың кристалдық торлардың түйіндеріне келіп, соқтығысуының нәтижесінде не істейді екен? Пайда болады екен. Ары қарай металдардағы электр тоғын зерттей келе, ғалымдар тағы тәжірибе жүзінде мынандай қорытындыға келеді. Металдардың кедергісі температура артқан сайын арта беретінін байқайды. Яғни меншікті кедергісі температура артса қайтеді екен? Артады екен. Яғни температура артқан жағдайында. Енді осыған байланысты тәжірибе жүзінде мынандай теңдеу алынады екен. Яғни қандайда бір температурадағы меншікті кедергісін таппақшы болсақ, біз металдың, онда оның 0 Цельсий градус кезіндегі меншікті кедергісін жақшаның ішінде бір қосылған альфа көбейтілген дельта Т деген формула арқылы есептеуге болады екен. Енді бұл жердегі әрқайшы заманның не екендігіне тоқталайық. Ро 0 деген жаңа айттық, яғни 0 Цельсий градус кезіндегі, Ро 0 дегеніміз Т тең 0 Цельсий градус кезіндегі
өткізгіштің, яғни металдың меншікті кедергісі болады. Ал енді альфа дегеніміз температуралық коэффициент деп аталады. Альфа дегеніміз оның өлшем бірлігі ретінде кельвиннің -1 дәрежесі алынады. Яғни бұл металдың тегіне байланысты. Алюминий үшін температуралық коэффициент басқаша, мыс үшін басқаша, яғни әрқайсы металл үшін температуралық коэффициент әртүрлі болады екен. Ал дельта Т деп отырғанымыз ол температураның 0-ден бастапқы өзгерісі. Яғни температура өзгерісі. Енді есеп шығару барысында біз егер бізге температураның өзгеріс мәні Цельсий градуспен берілсе, онда біз оны кельвинге ауыстыру міндетті ма деген сұрақ туындайды. Яғни бұл жерде ауыстырмаймыз, өйткені бізге температураның өзгерісі қажет. Егер бізге бастапқы және соңғы температура берілсе, Цельсий градуспен, біз температураның өзгерісін табу үшін соңғысынан бастапқысын істейміз, азайтамыз. Ал бұл жағдайда, егер сіз алдымен кельвинға ауыстырып алып, яғни бастапқы температураның мәніне Т1-ге 273-ті қосып, сосын соңғы температураның мәні Т2-ге 273-ті қосып, оны азайтсаңыз да, немесе сол Цельсий градус күйінше Т2-ден Т1-ді азайтсаңыз да, бірдей сандық мән шығады. Сондықтан, егер сіздің есебіңізде температура Цельсий градуспен беріліп жатса, онда мына температуралық коэффициентке бола оның өлшем бірлігін ауыстырудың ешқандай қажеті жоқ. Өйткені бізге қажеттісі температураның өзгерісі екенін ұмытпаймыз. Енді ары қарай біз осы меншікті кедергі осылай тәуелділік орындалса, онда жай кедергі қандай арақатынас орындалады, соны тексеріп көрейік. Яғни кедергіміз өткізгіштің, ол бізде меншікті кедергі мен оның ұзындығының көбейтіндісіне тура, ал көлденең қимасының ауданына кері пропорционал болатын. Яғни еріміз ρ L бөлінген S болатын. Енді бұл жерде бір өткізгіш үшін оның L мен S өзгермеген жағдайда, онда ρ артса, R артады. ρ кемсе, R не істейді? Кемейді деген сөз. Немесе R-ді мынандай деп белгілеп алсақ, онда R0-ді не деп белгілеп алуға болады? Оны ρ0 L бөлінген S деп белгілеп алуға болады. Сонда орнына қоятын болсақ осы жерден. Мысалға ρ-ны тапсақ, біз ρ-ны мына жаққа көшіріп жазайық. Бірінші теңдеуімізден ρ-ның өзін табатын болсақ, ол неге тең болады? R көбейтілген S бөлінген L болады. R көбейтеміз S бөлінген L болады. Тура солай ρ0-іміз R0 көбейтілген S бөлінген не болады? L болады. Енді осы ρ мен ρ0-ді жеке-жеке мынаның орнына қойсақ, бізге берілген тәжірибе жүзінде алынған теңдікке, онда былай болады бізде R көбейтілген S бөлінген L тең болады R0 көбейтілген S бөлінген L, яғни бір қосылған не болады? Альфа Т-сы қалады орында, альфа дельта Т екенін ұмытпаймыз. Енді қарайық, осы жерде бір өткізгіш үшін оның ұзындығы мен көлденең қимасының аудандары бірдей болғандықтан оны біз қысқартып жібереміз. Нәтижесінде біз қандай өрнек аламыз тағы да? R тең болады R0 1 қосылған альфа Т деген, альфа дельта Т деген не аламыз? Өрнек аламыз. Яғни меншікті кедергі үшін де, кәдімгі кедергі үшін де бұл өрнек не істейді екен? Орындалады екен. Енді бұл осы байланыс пайда болғаннан кейін, яғни температура артса кедергі артады, температура кемсе қайтеді? Температура кемсе сәйкесінше R-дан істейді? Кемейді деген тұжырымды айтуға болады. Яғни 1911 жылы ғалымдар асқын өткізгіштік құбылысын ашады. Яғни температура төмендеп қандайда бір кіші мәнінде температураның ол өткізгіштің кедергісі не істейді екен? 0-ге айналады екен. Осы құбылысты біз асқын өткізгіштік деп атаймыз. Енді асқын өткізгіштік құбылысы, ол құбылыс бізге, егер біз өткізгіштің кедергісін 0-ге айналдырып жіберетін болсақ, онда бізде электр энергиясын тасымалдау барысында шығынды азайтуға болады. Ал бірақ ондай табиғатта бізде ондай температура, төмен температура кездеспейді. Яғни -250 деген сияқты Цельсий градус температуралар бізге табиғатта кездеспейді. Ондай температурада ұстап тұру үшін өткізгішті біз оған тағы да қосымша тұтынамыз, энергия жұмсауымыз қажет болады. Яғни жұмыс жасауымыз қажет болады. Сол кезде жаңағы сіздің өткізгіштің бойымен, асқын өткізгіштің бойымен тасымалдап
электр тогун тасымалдаган кезинде энергияны үнемдегениңизбен сол аскын өткүзгүчтү жасау үчүн температураны уштап турууга кеткен энергияңыз, ягни баары бирдей шығынға есеп болот. Сондуктан қазіргі таңда ең жақсы болғанда -19 Цельсий градуста аскын өткізгішке айналатын қоспаны дайындады. Яғни егер ол кәдімгі табиғатта кездесетін қалыпты температураға сәйкес, яғни соған жуықтау мәнде аскын өткізгіштік ала алсақ, демек онда біз жаңағы электр энергиясын тасымалдауда энергия шығынын барынша азайта алатын едік. Қазір сондықтан бұл аскын өткізгіштік тақырыбы физиканың актуалды тақырыптарының бірі болып табылады екен. Балалар, біз бүгін сіздермен металдардағы электр тоғын таныстық, яғни металдарда электр тоғын тасымалдайтын бөлшектің электрон екенін білдік. Осы электронның классикалық теориясының 5 негізгі ережесімен таныстық. Сондай-ақ тәжірибе жүзінде анықталған, яғни өткізгіштің кедергісінің температураға тәуелділік теңдеуімен аскын өткізгіштік құбылыстарымен таныстық. Сіздерге тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беремін. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.